Жаңа туылған нәрестенің өмірінің алғашқы айын бейімделу кезеңі деп те атайды. Бала әдеттегі ортадан, яғни ананың жылы жатырынан тыс жерде өмір сүруді үйренеді. Осы уақытта сәби көп ұйықтайды, тәулігіне шамамен 20 сағат ұйықтайтын болады, көп тамақтанады. Бұл кезде ата-ана балаға қолайлы жағдай жасауы тиіс. Яғни қатты ыстықтап немесе суықтап қалмауы тиіс. Нәрестені уақытында тамақтандырып, жаялығын уақытымен ауыстырып тұрған жөн. Бір айға қарай бала түрлі түсті ойыншықтарға қарай бастайды. Яғни олардың ең алғашқы көретін түсі қызыл түс болып табылады. Бір айға толғанда бала басын дыбыстарға қарай бұра бастайды. Мұны баланы сол және оң жағына сылдырмақты тексеріп көрсеңіз болады. Осы уақытта баланы ішімен жатқызса, ол басын шамалы көтеруге тырысады. Осы арқылы ол мойнын, арқасын және иығын жаттықтырады. Өз мамандығым логопед болғаннан кейін бұл айда баланың сөйлеу тілінің алғышарттары қалай жүретінін сіздерге тоқталып айтатын боламын. Көптеген ата-аналар баласы алғашқы сөздерді айтпас бұрын онымен сөйлесудің пайдасы жоқ деп санайды. Өйткені ол әлі ештеңе түсінбейді деп. Алайда түсініксіз дыбыстар бұл сөйлеудің қалыптасуы және ол алғашқы сөздер пайда болғанға дейін басталады. Балада алғашқы айында эмоционалды ыңғайсыздықты, ауырсынуды немесе аштықты білдіретін айқай пайда болады. Осындай сәттерде бала а, дыбыстарын шығарып бастайды. Егерде бала бұл айда емсе де, асты таза болса да, жылай беретін болса, онда міндетті түрде педиатр дәрігерге көрсеткен жөн. Егер балада барлығы жақсы болатын болса, бала мүлдем жыламайды, яғни еміп, тыныш ұйқыда болады. Егерде мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазып өтіңіздер. Сіздермен болған мен Ақмарал, келесі кездескенше.